Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге «Черное зеркало» атты сериалдың 4-ші сезоны 6-шы бөлімін айтып беретін боламын. Сериал бойжеткен қыздың жолда көлік айдап келе жатқанымен басталады. Жолай ол Қара музей деген атпен танымал музейді кездестіреді. Музейдің ішіне кірмекші болып есігін бір-екі рет тартқылайды, бірақ есік жабық болатын. Сол кезде музейдің ішінен ер адам шығып, музейдің 11-де ашылатынын айтып, өзі Ролло Хэйнс деп таныстырады. Қыздың аты болса Ниш болатын. Ер адам сол уақытта қыздың акцентінен күмәнданады. Қыз болса өзінің британдық екенін айтады. Музейге кіре бергенде Хэйнс музейдің жүрегі нашар адамдарға арналмағанын айтып ескертеді. Ниш ішке кіру үшін барлығына дайын екенін айтып ішке кіреді. Ер адам қыздың сөмкесін тексере жатып, қайда жолға шыққанын сұрайды. Ниш әкесіне бара жатқанын айтады, өйткені анасы Ниш арқылы әкесіне сыйлық жасағысы келген болатын. Музейде ол неше түрлі қан болып жатқан ескерткіштерді көреді. Хэйнс әр ескерткіштің артында қорқынышты оқиғалар тұрғанын айтып, әрқайсысын жекелеп айтып беруге дайын екенін айтады. Қыз ескерткіштерді қарап жүріп, назары Тор кейпіндегі бас киімге түседі. Хэйнс бұл аппаратты симпатикалық Доусон екенін айтып таныстырады. Хэйнстің мамандығы медициналық технолог болатын. Ол институтындағы ауруханасында жақсы жерде жұмыс жасап жүрген болатын. Оған бірде жақсы идея келіп, медициналық страховкасы жоқ адамдарға жаңа медициналық аппараттарды тексеру арқылы тегін жолдама бергісі келетін. Дәрігерлер ауыр халмен түскен науқастың өмірін құтқарып қалғысы келіп тырысып жатқан болатын. Бірақ ол адам депрессияға арналған дәріні мөлшерден тыс көп қабылдап қойған болатын. Сол уақытта Хэйнс әңгімелерін бөліп дәрігерге бұл мәселеден аман шығуға болатынын айтып, бөлмесіне сөйлесуге шақырады. Хэйнс дәрігерді өзінің технологиясымен таныстырып, бірінші денеден екінші денеге физикалық күш беру арқылы аман алып қалуға болатынын айтады. Бұл аппарат мидың жұмысына ешқандай зақым келтірмейді деп сендіріп, дәрігерге аппаратта тәжірибе жасап көруге көндіреді. Тәжірибеден жақсы өтсе, Хэйнстің мансабы өсетін. Дәрігер көп ойланбастан келісімін береді. Солай дәрігердің басына аппаратты орнатып, ең алғашқы тәжірибені жасап көреді. Тәжірибе барысында әйел адамның ауырған жері бірден Хэйнске сезіледі. Сол уақытта Хэйнсті ауыр халде жатқан науқасқа алып келеді. Хэйнс науқаста болып жатқан ауыр сезімді өзі сезініп, не болып жатқанын айтып береді. Бірде ауруханадағы сенатор Уитлиді алып келеді. Ол қайырымдылық шарасында аяқ астынан талып қалған болатын. Дәрігер досын оны аппарат арқылы тексергісі келеді, бірақ сенатор қайтыс болып кетеді. Сол уақытта дәрігер досын аппараттың кесірінен сенатормен бірге о дүниеге кетіп қала жаздайды. Өйткені жүрегі 5 минутқа соқпай талып қалады. Бірақ 5 минуттан кейін есін жинап бір өлімнен аман қалады. Бірақ досынға бұл ұнап қалады. Ол әрбір адамның ауырған сезімін сезу арқылы кайф алатын. Бірде ауруханаға жүрек приступымен жасы үлкендеу кемпір түседі. Досын аппарат арқылы бұл жолы кемпірдің ауруынан ләззат алып тұрған болатын. Қасындағы дәрігерлер оның бұл аппаратқа тәуелді болып қалғанын байқап үйіне демалуға жібереді. Хэйнс үйге кетер алдында Доусонға мойнындағы аппаратты жақын арада алатынын айтып ескертеді. Доусон апталап өз үйінде болады. Ол аппаратқа тәуелді болған соң өзінің қолдарын стаканның сынықтарымен қанатып, ауырған сезімнен ләззат алатын. Оған бірақ бұл аз болады. Саусақтарын, терілерін қанатады. Одан қалды өзінің сау түстерін жұлып алады. Бірақ оған бұл ауру сезімдері ондай қатты ләззат бере алмады. Түнге таман қалаға шығып қаңғып жүрген қаңғыбасты пышақтап өлтіреді. Одан қалды басын шуруповертпен теседі. Сол сәтте қиналып өліп жатқан бомбыждың ауру сезімінен ләззат алады. Бірақ ақыр соңында Доусон өзі комадан бір шығады. Хэйнс оқиғаны айтып берген соң қобалжып қатты терлеп кетеді. Ниш өз сөмкесіндегі суды Хэйнске ұсынады. Әрі қарай медицинада қандай оқиғалар болғанын айтып беруді жалғастырады. Бұл жолы виртуалды әлемде өмір сүре алатын құрылғысы жайлы оқиғасын бастайды. Бұл оқиға Джек және Керридің вечеринкада танысуымен басталады. Олар көп ұзамай бала жасауға бірден кірісіп кетеді. Арада 9 ай өтіп, Джек пен Керри баласын саябақта қыдыртып жүрген болатын. Керри әкесі мен баласын бірге суретке түсірмекші болып жатқанда Керриді машина қағып кетеді. Ауруханаға келгенде ауыр халде жатқан Керри адамдарды естіп жатады, бірақ оларға жауап қайтара алмайтын. Бірақ ауруханада арнайы жауап алмасатын аппарат болатын. Олар сол аппараттың көмегімен сигнал арқылы бір-бірімен сөйлесетін. Хэйнс Джектің қасына келіп, олардың жағдайымен таныс екенін айтып, өзінің жаңадан жасап шығарған технологиясымен таныстырады. Джектің басына Керридің ақыл ойын салып қойып, Керри сол арқылы айналада болып жатқан оқиғаларды көріп, оларды сезінуге болатынын айтады. Солай Джек аппаратты орнатуға келісімін береді. Операция сәтті өтеді. Қыз болса аппараттың көмегімен жігіті арқылы болып жатқан оқиғаларды көре бастайды. Арада біраз күндер өтеді. Керриді бұндай өмір жалықтырып жібереді. Керри мен Джек бір-бірімен ұрса бастайды. Мысалы, Джек әжетханадан кейін қолын жумақшы болады, бірақ Керри қарсы болып қолын жудырмай қояды. Бір-бірімен ұрсып қала берген соң Джек дәрігерге келіп аппаратты алып тастауын өтінеді. Дәрігер аппаратты алып тастай алмайтынын айтады, бірақ оны арнайы бағдарлама арқылы ұзақ мерзімге паузаға қойып тастауға болатынын айтады. Джек көп ойланбастан бағдарлама арқылы Кеннеди паузаға қойып 2 айдан соң қосатынын айтады. Бұны естіген Керри паниковать ете бастайды. Арада біраз апталар өтеді. Джек Керриді қайта қосады. Бұл уақыт аралығында Джек көршісі Эмимен сөйлесіп өзара мутит етіп жүрген болатын. Бұны көрген Керри Джекті қызғанып күнде миын жеп қанын ішетін.
Джек Керридің бұл ісіне шыдай алмай дәрігерге келіп Керриді басынан алып тастауын сұрайды. Дәрігер болса сол уақытта Керриді ойыншық маймылдың ішіне салып қоюға болатынын айтады. Джек қыздың туған күніне әлгі маймылды сыйлыққа береді. Бұл маймылдың ішінде сенің анаң бар, әрдайым жаныңды алып жүр деп сыйлайды. Бұл сөздерді түсінбеген кішкентай бала қызығы басылғанша өз қасында алып жүреді. Кейін қызығы басылған соң басқа ойыншықтар секілді ол да шашулы күйде қалады. Керри осы эксперимент үшін компаниядан қуылады. Типа біреудің өміріне балта шапты деген темамен. Бірақ маймылдың ішінде әлі күнге дейін Керридің ақыл-ойы өмір сүріп келген болатын. Сол уақытта маймыл Нишқа қарап мені құшақташы деп сөйлей бастайды. Музейдің ең қызықты ең соңғы ескерткішіне келеді. Бұл жолы Клейтон Лейдің голограммасымен таныстырады. Клейтон журналисті өлтіріп түрмеге түскен болатын. Оған бірді Хейнс келіп өзінің жобасы туралы түсіндіріп Клейтонның цифровой көшірмесін жасауға болатынын айтады. Және де сол арқылы ақша тауып отбасын асыруға болатынын айтады. Бірақ оның отбасына бәрібір болатын, ешкім назар аудара қоймайды. Солай Клейтонның цифровой голограммасын жасап өзінің музейіне әкеледі. Музейдің ішінен арнайы ойын-сауық орталығын ашады. Келушілер Клейтонның цифровой көшірмесін 15 секунд тоқпен қинап қызықтап қарайтын, бірақ әр тоқ соққан сайын Клейтонның шын мәнінде жанына бататын. 15 секундтық қиналудан кейін келушілерге арнайы браслет беріледі. Ол браслеттің ішінде Клейтонның қалай қиналып жатқан видеосы болатын. Осы әңгімені айту барысында Хейнстің жүрегі қысылып ауа жетпей қиналып кетеді. Қыз болса орындыға келіп отырғызады. Оқиғаны әрі қалай жалғастырады. Манаға Клейтонның цифровой түрін көру үшін көптеген адам жиналатын. Бірақ оның шындығы ашылып қалып, ол музей қара тізімге кіреді. Солай музей өз клиенттерінен айырыла бастайды. Бірақ қара тізімге кіргеніне қарамастан бұл музейге жалғызбасты одан қалды ұлтшылдар мен маньяктар келіп екі есе жақсы ақша төлеп Клейтонды әрі қарай қинай беретін. Ниш сол уақытта әлгі Хейнске өзінің Клейтонның туған қызы екенін айтып, аппарат арқылы Хейнстің жанын әкесінің жанымен орнын алмастырып, Хейнсті қинауды бастап кетеді. Және де қиналған сәттерін браслетке естелік ретінде видео қылып шығарып алады. Солай музейден шығып машинаға отырған бойда анасына кек алғаныңа қуаныштысың ба деп сұрайды. Анасы бұл уақытта қызының ой өрісінде өмір сүріп жатқан болатын, және де анасы кек алғанына қуанышты болады. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп қазақ тілді контентті бірге қолдайық.